Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Түркияда Рамазан айында жасалынатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны бастамас бұрын төмендегі бастырманы басып, менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші қамырға қажетті барлық ингредиенттерді салып аламыз. Ол 4,5 стакан ұн, 20 грамм ашытқы, 10 грамм қопсытқыш, 1 шай қасық қант, 1 шай қасықтан аз тұз қосып араластырып аламыз. 10 грамм қопсытқышты нанның жақсы сақталу үшін қостым. Қоспаса да болады негізінде. Араластырып болғаннан кейін жарты стакан жылы сүт, 1,5 стакан жылы су қосып қамырымызды илеп бастаймыз. Мен қамырға 4,5 стакан ұн қостым. 5 стаканға дейін қосуға болады негізінде, бірақ абайлап қосамыз, себебі біз қолға жабысатын жұмсақ қамыр илеп шығуымыз керек. Қолымызға жабысып жатса, май жағып алсақ болады. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін қамырды 1 сағат демалдырамыз. Өте маңызды, себебі осыған байланысты біздің нанымыздың қандай болатыны. Қамырымыз ашығаннан кейін қайтадан оны илейміз. Жақсылап илегеннен кейін пісіретін табағымызға майлы қағазды жайып, бар болса түбіне жүгері ұны немесе кәдімгі ұнды себеміз. Пісірме табағымызға кәдімгі ұнды сеуіп, қамырымызды үстіне орналастырып, оны жарты сағат тағы да демалдырамыз көтерілу үшін. Енді соусымызды жасап бастаймыз. Үстіне қосатын 2 ас қасық йогурт, яғни айран, 1 ас қасық май қостым мен. Мен сияқты үстін өте қатты қызарғанын қаламасаңыз, май қоссаңыз болады, бірақ оның орнына жұмыртқаның сарысын қосса да болады. Қамырымыз көтерілгеннен кейін жасаған соусымызды үстіне төгіп, нанымыздың формасын жасап бастаймыз. Формасын жасап болғаннан кейін үстіне күнжіт сеуіп әрлейміз. Нанымызды алдын ала үсті асты 250 градуста ысытылған пеште пісіретін боламыз. Кем дегенде 10 минуттай піседі. Осымен біздің лепешкамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.